Ауған соғысы Кеңес одағы тұсындағы тарихтың ең қайғылы беттерінің бірі. 1979 жылы 12 желтоқсанда Кеңес одағы басшыларының шағын тобы Ауғанстанға Кеңес әскерін енгізу туралы шешім қабылдады. Сөйтіп 1979 жылы 27 желтоқсанда КСРО әскері Ауғанстан шекарасын өтіп, онда 1989 жылдың 15 ақпанына дейін соғыс қимылдарын жүргізді. Кеңес әскерінің жекелеген бөлімшелері Ауғанстан аумағынан шыға бастауы өте күрделі операция еді. 10 жылға жуық бөтен елдің мүддесін қорғаған Ауғанстан әскерлері құрамында Қазақстаннан 22.269 жауынгер интернационалдық міндетін атқарды. Олардың 924-і сұрапыл шайқаста ерлікпен қаза тапты. 21 адам хабар-ошарсыз кетті. Мыңдаған азаматтар елге мүгедек болып оралды. Қаншама қазақстандық отбасына қасірет әкелген ауған соғысы біз үшін осылай аяқталған болатын. Сондықтан елімізде жыл сайын 10 жылға жуық созылған соғыста қаза болған ардагерлерге тағзым етіп еске алады. Республика бойынша ауған соғысының ардагерлерінің 30-дан астам ұйымы бар. Кеңес әскерінің Ауғанстан жерінен толықтай шыққанына биылғы жылы 33 жыл толды.